Mercedes-Benz Sprinter Delfin жүргінші ташығанға ылайықташтырылған. Жылы қанша екен? 2007 жылы, объемы 2.2, басы $13.200. Mercedes-Benz Sprinter жүргінші ташығанға ылайықташтырылған. Двухскатный екен. Европадан келіптір. Свежий перегон 416 модельде. Жылы 2003, объем 2.7, басы 800 мың сом. Қызқандар ма телефонға çalыңыздар. Mercedes-Benz Sprinter 413 модельде, грузовой. Пробеги қанша дедіңіз? 152 мың километр кен. Пробеги жылы 2001, объем 2.2. Камералар бар екен. Камералар? Полицейский екен да? Ішінде камералар да бар екен. Салонында. Басы $10.000. Так, Mercedes-Benz Sprinter Delfin грузовой, двухскатный, 515 модельде, свежий перегон. Германиядан келген да? Германиядан келіп тұр. Жылы 2006, объемы 2.7. О, телефондарға қайрылсаңыздар болады. Басы $15.500. Полугрузовой, грузовой деген. Mercedes-Benz Sprinter Delfin жүргінші ташығанға ылайықташтырылған. Жылы 2010, 313 модельде, объемы 2.2, басы $10.000. $15.000 кешіресіздер. Mercedes-Benz Sprinter жүргінші ташығанға ылайықташтырылған. 1999, объемы 2.9, TDI деп жазып қойып тұр. Двухскатный екен. Ешіктері ондай приводмен ашылады екен, өзі жақсы. Автоматикада ашылып жауылып. Алысқы жүргөө жолдарға аябай ыңғайлы, шарты түзілген. Сиденьялардағы жақсы. Торпеда жағы. Километражы көрінбей атады жақсы. Басы 700 мың сом. Mercedes-Benz Sprinter Delfin модели 311, жүргінші ташығанға ылайықташтырылған. Сиденьялары бардығы даяр. Жылы 2006, объемы 2.2. Бұл ішкі салоны. 2 люгі бар екен.
Пробегин көрсөк 896.964 километр пробеги. Баасы 750.000 сом. Онда аркасында да пароктору бар экен. Чыкканы. Телефондору да бир сыйра. Да бир спринтер. Онда тамында жүк таш